Қазір мен сізге бір нәрсе айтамын. Бұл сөз бүгін түнде ұйықтар алдында ойыңыздан кетпеуі мүмкін. Бірақ оны білу өте маңызды. Егер сіз тағы 20, 30, тіпті 40 жыл ақыл есі дұрыс, өз аяғыңызбен жүріп өмір сүргіңіз келсе, мұны міндетті түрде түсінуіміз керек. Қазір бір сәтке көзімізді жұмып, алдағы 10 жылыңызды елестетіңіз. Бұл сіз немерелеріңізбен уақыт өткізетін жылдар. Саяхаттайтын уақыт, таңертең ауырсынусыз оянатын өмір. Ал енді елестетіңіз. Осы 10 жылды біреу сізден ұрлап кетсе, көшедегі ұрлар емес, қылмыскерлер емес, сіздің өз күнделікті әдеттеріміз, сіз мүлде зиянсыз деп ойлайтын әдеттер. Жақында ғалымдар бірнеше мың адамды ұзақ уақыт зерттегенде бір шындық анықталды. Адамдардың басым бөлігі өмірін өз қолымен қысқартады. Ең қызығы, бұл ауыр аурулардан емес, бар болғаны бірнеше қате әдеттен. Ал сол қателерді түзеткен адамдарда таңғаларлық өзгеріс болған. Олардың биологиялық жасы азайған, денедегі қабыну төмендеген, есте сақтау қабілеті жақсарған. Күнделікті өмірде өз бетімен жүре алу мүмкіндігі артқан. Түсінесіз бе? Адам ағзасы тозған темір емес. Бұл өзін-өзі қалпына келтіретін жүйе. Тек біз оған кедергі жасамауымыз керек. Бүгін мен сізге адамдар ең жиі жасайтын 5 қауіпті қателік туралы айтамын. Ал ең қауіптісін соңына қалдырдым. Өйткені ол біздің мәдениетімізге соншалық сіңіп кеткен, көп адам оны қате деп те ойламайды. Бірақ бастамас бұрын кішкентай өтініш. Егер сіз өмірдің екінші жартысын белсенді, сергек, тәуелсіз өткізгіңіз келсе, арнаны қолдап қойыңыз. Бұл жерде біз ғажайып таблеткалар сатпаймыз. Біз ақылға негізделген денсаулық туралы сөйлесеміз. Ал енді бастайық. Қате нөмір 5. Тым көп дәрі қабылдау. Қазір бір нәрсені тексеріп көріңіз. Жуынатын бөлмеге немесе ас үйдегі шкафқа қараңыз. Онда не тұр? Қысымға арналған дәрі, холестеринге қарсы дәрі, ұйықтататын дәрі, ауырсынуға қарсы таблетка, асқазанға арналған капсулалар. Көпшілік адам дәл осылай өмір сүреді. Бірақ медицинада бір қауіпті құбылыс бар. Оны полипрагмазия деп атайды. Яғни, адам бір уақытта өте көп дәрі қабылдайды. Зерттеулер көрсеткендей, бірнеше дәріні қатар ішетін адамдардың ауруханаға түсу қаупі айтарлықтай жоғары болады. Неге? Өйткені дәрілер ағзада жай ғана қосылмайды. Олар бір-бірімен әрекеттеседі. Ал 60 жастан кейін бауыр дәрілерді баяу өңдей бастайды. Нәтижесінде не болады? Бір дәрі жанама әсер береді. Оны жою үшін тағы бір дәрі жазылады. Содан кейін тағы біреуі. Осылайша адам байқамай дәрілер шеңберіне түседі. Мен пациенттеріме әрдайым бір қарапайым кеңес айтамын. Бір күн бөліңіз. Ішіп жүрген барлық дәрілерді жинаңыз. Жазып шығыңыз. Кім жазды, не үшін, қанша уақыттан бері ішіп жүрсіз? Сосын дәрігерге 3 сұрақ қойыңыз. Мұның қайсысын тоқтатуға болады? Қайсысы қайталанып тұр? Ең аз тиімді дозасы қандай? Кейде осының өзі адамның жағдайын қатты жақсартады. Кей адамдар тіпті бірнеше айда өздерін әлде қайда жеңіл сезіне бастайды. Келесі қателік. Адамдар мүлде байқамайтын нәрсе. Ол сіздің үйіңізде, тура ас үйде, және ол ағзада үнсіз қабыну тудырады. Б. Қате нөмір 4. Ас үйдегі жасырын химия. Мені тағыда мұқият тыңдаңыз. Көп адам денсаулығына зиянды нәрселер көшеде немесе экологияда деп ойлайды. Бірақ ең қауіптісі көбіне тоңазытқыштың ішінде жатады. Сіз пайдалы деп сатып алатын тағамдардың көбінде шын мәнінде қант, консерванттар және жасанды қоспалар өте көп болады. Мысалы, жарнамаланатын дәнді таңғы ас. Қант мөлшері кейде тәтті тоқаштан да көп. Майсыз печенье. Бірақ оның ішінде химиялық қоспалар жетіп жатыр. Тіпті пайдалы деп саналатын кейбір йогурттарда да жасанды тәттілендіргіштер болады. Ғалымдар бір қызық құбылысты анықтаған. Ол гликация деп аталады. Қарапайым тілмен айтқанда, қантпен өңделген тағамдар ағзадағы жасушаларды тот басқандай қылады. Соның салдарынан қартаю жылдамдайды, буындар ауырады, тамырлар әлсірейді, ми жұмысы баяулайды.
Зерттеулер көрсеткендей, өте көп өңделген тағам жейтін адамдардың ағзасы шамамен бірнеше жылға ертерек қартаяды. Бірақ жақсы жаңалық бар. Мұны өзгерту қиын емес. Мен оны 5 ережесі деп атаймын. Бірінші ереже. Құрамында 5 ингредиенттен көп тағам алмаңыз. Екінші ереже. Күн сайын табиғи тағамның 5 түрлі түсін жеуге тырысыңыз. Көкөніс, жеміс, жидек. Үшінші ереже. Күннің бірінші жартысында жеткілікті мөлшерде су ішіңіз. Көп адамдар осы қарапайым өзгерістен кейін шаршаудың азайғанын, бас айқынырақ жұмыс істей бастағанын, буындардың жеңілдегенін байқайды. Біздің ағза кейде керемет жылдам қалпына келеді. Тек оған кедергі жасамау керек. Бірақ одан да қауіпті қателік бар. Ол адамдарды әлсіз етеді, тепе-теңдікті бұзады және қартаюды бірнеше есе жылдамдатады. Көпшілік мұны байқамайды да. Үшінші, қозғалыстан қорқу. Жасы ұлғайған сайын адамдар бір нәрседен қорқа бастайды. Құлап қалудан. Сол себепті олар өздерін сақтайым деп аз қозғала бастайды. Бірақ дәл осы жерде үлкен қателік жасалады. Зерттеулер көрсеткендей, егер адам белсенділігін аз ғана төмендетсе де, бірнеше ай ішінде бұлшық ет күші айтарлықтай азаяды. Ал бұлшық ет ұзақ өмірдің ең маңызды факторларының бірі. Бұлшық ет азайса, кепе-теңдік нашарлайды, жүру баяулайды, құлау қаупі артады. Қызығы, қозғалыстан қорқатын адамдар шын мәнінде көбірек құлайды, себебі дене реакция жасауды ұмытады. Тағы бір маңызды нәрсе бар. Қозғалыс тек бұлшық етке емес, миға да қажет. Жүрген кезде қан айналымы жақсарады, ми оттек алады, зиянды заттар шығарылады. Сондықтан қарапайым әрекеттердің өзі пайдалы. Мысалы, тіс жуғанда бір аяқпен тұру, орындықтан қолсыз тұрып көтерілу, үй ішінде аздап артқа жүріп көру, күн сайын серуендеу. Мұндай ұсақ жаттығулардың өзі бірнеше аптада тепе-теңдікті айтарлықтай жақсартылады. Ең бастысы қозғалыстан қашпау. Өйткені біздің бұлшық еттер паспортқа қарамайды. Олар тек қолданылып жатыр ма, жоқ па, соған қарайды. Ал енді келесі қателік. Бұл дәрден де тағамнан да қауіпті. Ол адамның өмірін қысқартып қана қоймай, миын да әлсіретеді. Және ол қазіргі қоғамда өте кең таралған. Қате номер 2. Жалғыздық, үнсіз қауіп. Мені тағы да мұқият тыңдаңыз. Көп адам жалғыздықты жай ғана көңіл күй деп ойлайды. Бірақ медицинада бұл әлдеқайда маңызды мәселе. Ұзақ уақыт әлеуметтік байланыссыз өмір сүру адам денсаулығына өте ауыр әсер етеді. Зерттеулер көрсеткендей, созылмалы жалғыздық адамның өмірін қысқартатын факторлардың бірі. Бұл тіпті кейбір жаман әдеттерден де қауіпті болуы мүмкін. Неге бұлай болады? Себебі адам әлеуметтік жаратылыс. Біз сөйлескенде, күлгенде, біреумен байланыс жасағанда ағзада пайдалы гормондар бөлінеді. Ал жалғыздық кезінде керісінше, стресс гормондары көбейеді, иммунитет әлсірейді, қабыну күшейеді. Ғалымдар тағы бір қызық нәрсені байқаған. Жиі араласатын адамдарда есте сақтау жақсырақ, көңіл күй тұрақтырақ, қартаю баяуырақ жүреді. Бірақ маңыздысы достардың саны емес, маңыздысы шынайы қарым-қатынас. Аптасына бірнеше жылы әңгіме адамның жағдайын айтарлықтай жақсарталады. Сондықтан қарапайым әдет енгізіңіз. Күн сайын кемінде бір адаммен сөйлесіңіз. Аптасына бір рет біреумен кездесу ұйымдастырыңыз. Айына бір жаңа ортаға барып көріңіз. Тіпті қысқа әңгімеде пайдалы. Кейде дүкендегі сатушымен сөйлесу, көршімен амандасу, немеремен видео қоңырау жасау ми үшін өте маңызды сигнал. Бұл ағзаға сен жалғыз емессің, өмір жалғасып жатыр деген белгі береді. Ал енді біз ең маңызды нәрсеге жақындадық. Бармық қателіктің түп тамырына. Қате нөмір 1. Қартаю туралы қате ой. Бұл ең қауіпті қателік. Өйткені ол адамның ішінде болады. Көп адам белгілі бір жастан кейін өзіне өзі мынадай сөз айта бастайды. Мен қартайдым. Енді кеш. Менің уақытым өтті. Бірақ қылым мүлде басқа нәрсені көрсетіп отыр. Адамның өз жас туралы ойы оның денсаулығына тікелей әсер етеді. Ұзақ жылдар жүргізілген бақылауларда бір қызық нәтиже шыққан. Жасына позитивті қарайтын адамдар
орта есеппен бірнеше жылға ұзақ өмір сүрген. Бұл қалай мүмкін? Себебі, ой жай ғана психология емес, бұл биология. Адам өзін әлсіз сезінсе, ағзада стресс күшейеді, ал үміт, қызығушылық, мақсат болған кезде ми белсенді жұмыс істейді. Қазіргі нейробиология бір маңызды нәрсені дәлелдеді. Ми жаңа байланыстарды өмір бойы жасай алады. Яғни, үйрену, жаңа нәрсе көру, ойлау, миге жасару сигналын береді. Мен бір мысалды жиі айтамын. Кейбір адамдар жаңа нәрсені 70-те бастайды, 80-де бастайды. Жаңа тіл үйренеді, жаңа хобби табады, жаңа достар табады. Сол кезде олардың миы қайтадан белсенді жұмыс істей бастайды. Өйткені миға ең қауіпті нәрсе жас емес, ештеңе істемеу. Егер адам өзіне бәрі бітті десе, ағза да соған сенеді. Ал егер адам мен әлі өмір сүріп жатырмын десе, ми оған көмектеседі. Бірақ теория жеткіліксіз. Сондықтан мен сізге бір қарапайым жоспар айтайын. 7. Күндік қайта жағару жоспары. Енді теория жеткілікті. Егер өміріңізді шынымен өзгерткіңіз келсе, бастау үшін үлкен нәрсе қажет емес. Бар болғаны 7 күндік қарапайым жоспар. Оны мен қайта іске қосу аптасы деп атаймын. 1 күн. Дәрілерді тексеру. Бүгін бір тапсырма орындаңыз. Үйдегі барлық дәріні бір жерге жинаңыз. Таблеткалар, капсулалар, витаминдер, бәрін. Сосын жазып шығыңыз. Кім жазды? Қашаннан бері қабылдап жүрсіз? Не үшін? Кейін дәрігерге 3 сұрақ қойыңыз. Бұның қайсысын тоқтатуға болады? Қайсысы қайталанып тұр? Қайсының дозасын азайтуға болады? Бұл қарапайым әрекет кейде денсаулықты айтарлықтай жақсартады. 2 күн. Ас үйді тазалау. Енді ас үйге барыңыз, шкафты ашыңыз. Және адал болыңыз. Құрамында ұзын тізімі бар өнімдерден құтылыңыз. Өте тәтті таңғы ас. Жасанды қоспалары көп печенье, қантқа толы тағамдар. Олардың орнына қарапайым нәрсе таңдаңыз. Көкөніс, жеміс, жидек, табиғи тағам. Бүгін табақшаңызда кемінде 5 түрлі түс болсын. Бұл ағза үшін үлкен қолдау. 3 күн. Ми мен денені ояту. Бүгін 2 нәрсе жасаңыз. Біріншісі, біреуге қоңырау шалыңыз. Ұзақ уақыт сөйлеспеген адамға. Жай ғана сөйлесіңіз. Күліміз. Естеліктерді айтыңыз. Екіншісі, су. Күн ішінде бірнеше стақан таза су ішіңіз. Бұл ағзаға да, миға да қажет. 4 күн. Қозғалыс. Бүгін кішкентай жаттығулар жасаңыз. Мысалы, тіс жуғанда бір аяқпен тұру, орындықтан бірнеше рет тұрып отыру. Үй ішінде аздап жүру. Бұл ауыр спорт емес. Бірақ денеге маңызды сигнал береді. Мен әлі белсендімін. 5 күн. Ми жаттығуы. Бүгін жаңа нәрсе үйреніңіз. Кішкентай болса да. Жаңа сөз, жаңа ойын, жаңа маршрут. Ми жаңалықты жақсы көреді. Бұл нейрондарды белсендетеді. 6 күн. Адамдармен байланыс. Бүгін үйде отырмаңыз. Сыртқа шығыңыз. Дүкенге, серуенге, қонаққа, кемінде бірнеше адаммен сөйлесіңіз. Адамдармен байланыс психология ғана емес, денсаулықтың да бөлігі. 7 күн. Қорытынды. Бүгін өзіңізді бақылаңыз. Қалай ұйықтадыңыз? Қалай жүріп тұрсыз? Көңіл күйіңіз қандай? Көп адамдар бір апта ішінде-ақ өзгерісті байқайды. Өйткені кейде ағзаға үлкен ем емес, дұрыс бағыт қажет. Ең маңызды ой. Мені соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет. Мен бір нәрсені өмір бойы байқадым. Кей адамдар жасына дейін өмір сүреді, ал кейбір адамдар өз таңдауы арқылы өмірін ұзартады. Біздің ағза өте ақылды жүйе. Ол соңына дейін күреседі, бірақ біз оған көмектесуіміз керек. Кішкентай қадамдардан бастау жеткілікті. Бүгінгі шешім ертеңгі денсаулықты анықтайды. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, оны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл осы сөздер біреудің өмірін өзгертеді. Өзіңізге күтім жасаңыз. Денсаулығыңызды бағалаңыз. Және әр күніңізді мәнді өткізіңіз. Өйткені болашақ жастан емес, бүгінгі таңдаудан басталады.